Баршаңызға қайырлы күн, достар. Қасиетті Рамазан айына ауыз ашарға керемет десерт классикалық түрік баклавасын пісіремін. Оған керекті заттар: 72% сары майымызды отта ерітіп, ысқа салып, қайнатып, көбігін алып, сүзіп, тұндырып қоямыз. Келесі баклаваға керекті сироп дайындаймыз. Сиропқа 1 литр су және 2 стакан қант қажет болады. Қантымызды салып, қант ерігенше араластырып, оттан түсірмей 35 минут қайнатамыз. 35 минут қайнағаннан кейін келесі салмамызға дайындаламыз. Салмамызға бізге ағаш жаңғағы мен жер жаңғақ қажет болады, 150 грамм. Оны блендердің көмегімен ұсақтап, майдалап аламыз. Келесі қамырымызбен айналысайық. Қамырға бізге 8 бөлік керек. Қамырды теңде 8 бөлікке бөліп, көшелер жасаймыз. Көшелерімізді тындырып қойып, крахмалдың көмегімен біртіндеп жаямыз, жұқа етіп. Оқтаумен әдемілеп, бір келке етіп, 8 бөлікті де оқтаумен жұқалап жайып аламыз. Міне нандарымыз осындай жұқа болды. Енді духовкамызды қосып, 170 градусқа формамызға жайылған қамырымыздың біріншісін төсеп, қайырлаған сары майымызды қатты баспай, үстіне сеуіп отырып қамырға жағамыз. 4 бөлігінде өсіп жайып отырып, арасына сары майымызды жағып, келесі дайындаған жаңғақтарымызды сеуіп шығамыз бір келкетіп. Келесі бізде қалған 4 жайым қамырды бетіне жайып шығамыз. Жаңғақтарымыз. Бұл жолы да қамырдың бетіне сары майды жағып отырып жабамыз. Қамырдың бетіне майды жаққан кезде өстіп, сеуіп отырып жағасыздар. Аяқтың үстін баспай, жаңғағымыздың үстін баспай, 4 жайымнанды жайып алғаннан кейін өстіп 3 сантиметрлеп кесіп шығамыз формамыздағы баклаваларымызды. Баклаваларымыз кесілді, дайын болды. Енді ең бетіне де өстіп сары майды жағып, сіңгенше жағамыз. Ашық жерлеріне түгелдей 170 градуста 35 минут пісіріп аламыз. Асып тұрған формамыздың үстіне дайын сиропты құйып, суығанын күтеміз. Рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Каналыма тіркеліп, менің келесі видеоларымды көріңіздер. Рамазан айы құтты болсын, ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын, астарыңыз дәмді болсын. Көріскенше достар.
артынан фисташка жаап сәндесеңіздер болады.